Бүгін кішігірім разбор болады, разбор рынка келесі аптаға. Евроюздадан бастайық. Евроюзды менде кішігірім шорт, күндік таймфреймді қарасаңыздар, свечи өте әдемі жабылған бізде астында шешілмеген, әлі тимеген новый имбаланс бар. Баға сол имбалансқа дейін тартылады. Неге? Өйткені бізде мына жақта 4 сағатта мықты имбалансты инвертировать етіп кетті да, былай айтқанда. Вот, содан кейін баға кішігірім астыға қарай откат алуы мүмкін. Менде үш проблемный зона болған. Алдыңғы апта мен чисто шорт күттім. И манипуляция жасап, бұлар шортқа қарай кетті баға. Бірақ мен именно евроюздадан шортқа кіре алмадым алдыңғы апта. 1.17.535 деген бағаға қарай ұмтылады. Менде алдымда неғып екі проблемный зона бар. И және де менде каскад ликвид тұр. Осы ликвидтарды шешіп, мен шорт кетеді деген ойдамын. Бірақ бұл бірден құлап кету бізге не выгодно болады? Бізге ең выгодно әдемі тәсілі осы жерлерде имбаланс қалдырады, және имбаланс, Азия сессиясы, Азия хай, снятие хай. Сол имбалансқа тиіп, сол имбаланстың ішінде 5 минутта маған слон беру керек та. Вот сол кезде ғана мен идеальный шортқа қарастыра аламын жалпы осындай форматта. Ал әзірге шорт, ертеңгі күнді күтетін боламыз. Бұл түсінікті. GPU'зды тоже үстіндегі полный ликвидтің бәрін шешті бізде. Және де неғып инвертировать еткізді 1 сағаттық, 4 сағаттық имбаланстарды. Мен ойлап отырмын да қазір, осы инвертировать еткен имбалансты мен как точка входа ретінде қарасам ба деп ойланып отырмын қазір. Ертеңгі күндік таймфрейм менде өте әдемі жабылып тұр. Апталық откат алып жатыр екен имбаланстан. Мен ойымша баға астыға қарай жүгіреді, бірақ енді ол үлкен таймфреймдермен глобальный цельдерді анықтамай ақ қояйық. Локальный цельмен жұмыс істейік. Глобальный цельді алдағы уақытта инстаграммен бөлісіп отырамын. Локальный цель біздерде осындай 3 цель пайда болды. Осы 3 цельмен ертең жұмыс істейтін боламыз. 1.35.050, 1.34.906 және 1.34.851 деген бағадан. Бұлармен жұмыс істеу үшін бізге ең бастысы инвертировать еткен имбалансқа баға қайтып келсе дұрыс болатын еді. Және де ол Азияда қайтып келіп, Европада манипуляция жасаса вообще четко кетеді. Әрине оны тоже көре жатармыз ертең. Қалай ашылады баға, рынок қалай ашылады деген сияқты. Бірден құлап кетуі де мүмкін да. Осындай целдер. Осы целдердің бәрін қазір телеграмға скринмен жіберіп қоямын. Бізде келесі кездесте USD GPI-ді біз шортқа ұстадық алдында. Жұма күні қойдым, қателеспесем. Оның алдында біз шебер күні лонгқа ұстаған болатынбыз. Бұл жерде не айтам? Бұл жер кішкене түсініксіз, өйткені имбаланстың ішінде тұр бұл. Проблемный зонаны тесе алмады. Қанша рет барып келді? 1, 2, 3, 4, даже 4 рет барып кетті. Бірақ бұл қайтып келетін болса, проблемный зонаны тесе бізде астында мықты цельдер бізде дайын тұр да. 156, 890 деген бізде мықты цель бар. Баға осы цельге дейін жүгіретін болады, жалпы баратын болады. Жарайды, USD GPI пока түсініксіз. Герчик туралы мен ештеңке айта алмаймын бүгін. В принципе, евро 50 туралы не айтамыз. Біздің цель алған екен. Менен астында бір цель бар. Мына цельдердің бәрін алып тастаған. Бір қызығы ол қазір имбалансқа тиіп откат алып жатқан жерінен рынок жабылып қапты да, осы аймақтарда. Енді күтеміз не болса да. Менде астында цельдер дайын тұр. В принципе, шорт қарастыруға болады. Егер мынау аймақты олар бұзып өтетін болса ертең. Мен ойымша ол бұза алмайды ол аймақты деп ойлап қоямын бір ойым. Үстінде ешқандай целі жоқ әзірге. Әзірге баға астымен жұмыстанған оларға қызығырақ болып тұр, жоғары жаққа қарағанда. Бірақ мынау имбалансты тесе алмай біз ешқандай ештеңе әрекет жасай алмаймыз. Ал имбалансты тесіп хотя бы и сол кезде осы аймақтардан маған обратный имбаланс беретін болса, и сол жерден слонмен кіруге болады. Әзірге белгісіз. NASDAQ чисто шортқа қарасам ба деп отырмын. Уже ол шорттың әңгімесі, шорттың целі уже скоро басталатын сияқты. Апталық менде полноценно жабылған, күндікте полноценно жабылыпты. Кішкене қызық. Оны енді бұл үш индексті мен ойымша понедельник күні қарастырсақ дұрыс болатын сияқты. Понедельник күні қалайынан қозғалады деген сияқты. Өйткені вообще түсініксіз болып тұр қазір үш индексті. Биткоинға келетін болсақ, биткойнды мен кішігірім лонгқа қарастыратын едім, екі аймаққа. 76, 359 и 76, 743. Одан кейін барып қана мен астыға шортқа қарастыратын едім. 70, 325, 73, 003 деген бағаларға. Бұл бірден былай лонгқа кетіп қалу ықтималдылығы өте аз. Понедельник күні көреміз баға қалайынан ашылады.
былайынан қозғалса панельканы әдемі кететін еді негізі. Осылайынан яқты инвертировать еткізіп бағаны. И заодно яқта имбаланстарын откат алатын болса, инвертировать еткен имбаланстан после отката біз лонг қарастырсақ болады деген сияқты ғой, осылайынан. Осындай форматта. Әрине тоже Азия қалай ашылады, соған байланысты. Мен ойымша индекс және биткоинді біз ертең таласақ болатын сияқты, ал ертең таңертеңге чисто евро юз мен GBP юзына шортқа қарастырсақ болатын сияқты.